Ахмет Байтұрсынұлы көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт ұстазы, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану, түркология ғылымдарының негізін салушы, ақын, публицист. Бүгінде ұлт ұстазы атанған Ахмет Байтұрсыновтың 5 қыркүйек туған күні. Ахмет Байтұрсынов атамызға биыл 150 жыл толып отыр. Балалар бұл жол басы даналыққа, келіндер түсіп байқап қаралықта. Бұл жолменен бара жатқан өзіңдей көп, соларды көре тұра қалалықпа. Даналық өшпес жарық, кетпес байлық, жүріңдер тауып іздеп алалықта. Адамдық деп қаншысы қырға шықтым. Көлі жоқ, көгалы жоқ, қорға шықтым. Тұқымынан адамдықтың шаштың еттім. Көңіліне көгертуге құлқалдым. Жазушының қанағаты. Бұл сөзді біреу алмас, біреу алар. Тұмағында біреу салмас, біреу салар. Теп-тегіс көпке ұнау оңай емес. Кейіне жарамаса, кейіне жарар. Сізге сәлем. Тағапты жастың бірі, сенсің бір балам. Кепсің дәмін айдап, қара тайдан. Қамбақтай жел аударып, ажырапсың ел жұрттан, туысқаннан кейін қалған. Ақыры sevген деген